Бүгін біз аффирмациялар туралы айтатын боламыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басып кетіңіз. Сіздердің көпшілігіңіз білетін шығарсыз. Біздің ойларымыз, сөздеріміз және сенімдеріміз бізге өте үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Олар біздің өміріміздің бақытын қалыптастырады. Ғалам біздің ойымыз бен сөзімізді тыңдап, жауап беретін сияқты. Бұл байланыс ойларымыз бен сөздеріміздің күш арқылы өмірімізге оң өзгерістер енгізуіне мүмкіндік береді. Бұл өйткені туғанымызды, балалық шағымызды өзгерте алмаймыз. Бірақ біз бүгінгіні өзгертіп, болашаққа әсер ете аламыз. Бұл ұғым бізге күш береді, еркіндік береді. Бұл біз сенетін нәрсе шындыққа айналады. Менің ойымша, бұл кез келген мәселеге дұрыс көзқарас. Біз ойымызды өзгерткеннен кейін, өмір осы өзгерістерге сәйкес жауап береді. Біз бәріміз әдетте қалыптасқан нанымдарды, үйреншікті ойларды басшылыққа ала отырып, өткенмен өмір сүреміз. Өткен біздің бүгінгі күнімізге еніп, болашағымызға әсер етеді. Ойымызды бүгінгі өмірге деген көзқарасымызды өзгерту арқылы біз болашақты түзетуге мүмкіндік аламыз. Жаңаша ойлауды бастау, біз оң нәтижелерді бірден байқауымыз мүмкін, бірақ бұл олардың жоқтығын білдірмейді. Бүгінгі ойлар мен сөздер ертеңгі күнімізді қалыптастыратын сөзсіз. Бүгін өз ойларыңыз бен сенімдеріңіз бен санаңыз бен жұмыс жасай отырып, ертеңгі күніңізді өзіңіз жасай аласыз. Егер мен басқа адамдардың теріс әсерлеріне үнемі ұшырасам, егер мен теріс ойлардан қоршалған болсам, мен өзімді қайталау арқылы олардың ықпалынан қорғаймын. Егер сіз солай ойласаңыз, бұл менің де солай ойлауым керек дегенді білдірмейді. Кейде мен сөзді дауыстап айтамын. Бұл қарапайым мәлімдемелерге, басқаларға жағымсыз ойларын білдіруге мүмкіндік береді. Бірақ мен позитивті нанымдарды ұстанамын. Бірақ сонда да мұндай адамдармен араласпауға тырысамын. Өзіңізден сұраңыз, неге сізден үнемі теріс ойлайтын адамдар қоршап алады? Есіңізде болсын, біз басқа адамдарды да айналамыздағы бүкіл әлемді өзгерте алмаймыз, бірақ өзімізді өзгерте аламыз. Бізде болған өзгерістерді сезініп, айналамыздағылар оған жауап береді. Ең бастысы ойымызға, санамызға позитивті енгізу. Сіздің бос емес адам екеніңізді немесе көп жұмыс істеуіңіз маңызды емес. Біз не десек те, не істесек те, бәріміз бірдейміз. Біз ойлауды жалғастырамыз және біздің ойымызға тек өзіміз әсер ете аламыз. Басқа ешкім емес. Сөздігіңізге жаңа сөз жазғаныңызды қалаймын. Кенти Берт өзінің ми қызметін зерттеуге арналған еңбегінде алғаш рет енгізілген бұл терминді химиялық көрерлер дегенді білдіреді. Біз бірдеңе айтқан немесе бір нәрсе туралы ойлаған кезде олар біздің денеміз арқылы саяхатын бастайды. Теріс эмоциялардың әсерінен шығарылады. Ойларымыз сүйіспеншілікке, тыныштыққа, бейбітшілік пен бақытқа толы болған кезде денеміздің қарсылығын арттыратын басқа химиялық заттарды алып жүреді. Ғылым ақыл мен дененің арасында байланыс бар деген ортақ пікірді растады. Бұл байланыс ешқашан әлсіремейді. Сіздің ойларыңыз денеде, оның әрбір ұясында із қалдырады. Ендеше өзгерісті ойымыздан бастайық.